Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 28 мамыр 2026 жыл. Біз Жамбыл облысы мынау Аса ауданына қарасты жерде тұрмыз. Мына жерде 19 күні мамырдың понедельник, вторникке қараған түні осы жерде ДТП болған. Мына жерде үлкен жүк көлігі бұрылып жатып, жолды жауып қалған машинаның ақауларына байланысты деп айтып отыр. Оның ақауларының болған себебі үстінде 60 тонна труба бар дейді. Оны Ақтаудан артық келатқан, бізде Ақтаудан бермен осы Жамбыл облысына келгенше қандай айыппұлдар салды. Оны бізге полиция мырзалар айтып отыр да. Мына жерде жол оқиғасына қатысты Сағидулла Ерғожаев. Қалай болды Сағидулла? Түнгі сағат 1:30 мен 2-нің жобасында понедельниктен вторникке қараған түні Күйга суынан түсіп келе жатқам. Мынау жүк көліктерінің разворот алатын жері бағыт Таразға қараған жағын бетте бір фура паласан жауып тұрып, мен оны байқамай қалдым. Мен келе жатқан бетті полный жауып тұрып қалған. Сіздің байқамағаныңызға қарағанда жаңа айтуыңыз бойынша мынау артындағы жарықтар қарама-қарсы бетке артында оның 1-2 фура тұрды дедіңіз да? Ол фураны көретіндей освещение болған жоқ. Біз мына жақтағы тоқтаған фураны көрген ғой, мына жақтағы фураны көрген, ол освещение арман қарап алдындағы фураны көрсетпеген. Өйткені қарама-қарсы фуралар бұл жерде кеп ұрылған скорысы сол жерде қатып қалған, 60-70-пен келген. Неше өзіңіз айта кетіңізші? Скорсын ол жерде жаңа авария болған кезде де көрсетіп тұр, 60-та кеп қатып қалған скорсын, соққан скорыста кеп. Мына жерде қараңыздар, міне фура өтіп жатыр. Көліктерге ешқандай помеха жасамайды. Ол мына жерге тұрып қалған кезде ешқандай аварийный знак өзінің осындай жерде тұрғанын 102 МЧС-ке хабар беріп, осындай автобанды жауып қалды деген мәселелер көтерілмеді деп айтып отыр да. Біз оны қазір Жамбыл облыстық полициясы, Аса аудандық полициясына барып, арман қарап мәліметті білетін боламыз. Бізбен хабардар етіңіздер. Бұл жерде полиция сызған кезде көліктің үстінде үлкен жаңағы труба нелер болған, оны Батыс Қазақстан, Ақтау жақтан ақ келатырмын деп айтқан ба? Шофердан сұрап ем, батыстан келе жатырмын деді. Ал енді осы жерге дейін 60 тонна жүкті қалай алып келді? Ол да сұрақ туындайды. Сол жүктің кесірінен фура жолдан шығып, істен шықпаған, тығылып қалған. Мына жерде қазір көрсетеміз. Өзінде айтқаны бар, үстіндегі жүкке байланысты галабам ары қарай жүк итерді деген да, ары қарай обочныйға итеріп жіберді деген. Үстіндегі жүгі. Ал енді қазір біз оны да көрсететін боламыз. Әділет салтанат құрады. Өйткені мына жерде жолды көлденең жауып қалғасын, қандай жағдай болса да МЧС-ке, 112-ге және жолға аварийный знактар қойып, келатқан көліктерді ескерту керек еді. Ондай мәселе болмаған, дұрыс па? Ондай знак, ондай еш нәрсе жоқ. Мына қараңыздар, фура тоқтатып тұр. Ешқандай помеха істеп жатқан жоқ міне. Өткеннен кейін бұрылып жатыр да. Өзінің айтысы 12 минут бұрын 12 минуттай тұрдым дей ма, өзінің айтысы 15 минуттай тұрдым деп тұр. Енді 15 минутта осыдан 100 метр жерге дейін знак апарып қойып, ескертулер жасау керек еді, бірақ алайда олай жасалмаған.